Ирүүлік. Жаңадан көшіп келген қонысымыз Қаратальский көшесінің бойында болатын. Қарасылақ үй, ағаш қақпа, шарбақ қоршау, аулада суалатын құдық пен кішкентай қора, қораның ішінде шағын баз болатын. Есіктің алдына шығып қарасаң, ауыл емханасы көрініп тұратын. Сыртта ойнап отырған кезде қарындасым ақ халат киген қыздарға қарап, өскенде мен де дәрігер боламын деуші еді. Әй, тәп-тәтті менің қарындасым. Біз алған үйдің бір рахаты орыс пеші бар еді. Пештің жалыны шығатын үстіңгі бөлігінде төсек тұратын. Апам күн ара табан нан пісіреді, от жағылады. Біз қақаған аязда далада ойнап, үйге келіп пеш төсекке таласатынбыз. Есімде жақсы сақталыпты. Апамыз қамар кешке жақын бәрімізді қаз-қатар тұрғызып, жез-тегенеге пештің үстіндегі мескейден құдықтың жылы суын құйып, кезек-кезек жуындырып жатқызатын. Апамның алақанын сағына бастаппын. Бізге қарсы жоғар жақта Ысқақ деген атаның жанұясы тұрды. Ал қалған көршілердің бәрі басқұлт өкілдері болатын. Гурчаков, Акимов, Шухрай, Тенерядин, Хайлюк, Воробьев дегендерді әлі ұмытқан жоқпын. Өйткені балалық шақтың көптеген қызықты сәттері осы көршілермен тікелей байланысты болды. Бұл енді өзінше бөлек әңгімелер. Бір күні Ысқақ атамыздың үйі бізді ерулікке шақырды. Бәріміз жиналып бардық. Есіктің алдында бізді бір апа күтіп тұр екен. Жүзі жайдарлы кісі болып көрінді. Күлімсіреп құшағын жайып апамды қарсы алды да, жаңадан көшіп жапсарлас қонған көршілер, сіздерді ерулік қонағасына шақырдық. Дәм тұз таттырып, ықылас пейілімізді білдіреміз, төрлетіңіздер деді. Үйге кірсек, Ысқақ атамыз дастархан басында отыр екен. Біз де барып жайғастық. Апамыз шайын құйып отырып, ерулік беру арқылы сіздерді етене жақындастыруды және бөтенсітпеуді көздейміз. Жаңа қоныста көмек қажет болса айтыңыздар, қолдан келгенше көмектесеміз деді. Апамыз ризашылығын білдіріп, үлкендер өзара сөйлесіп отырды. Бала кезде басқа үйдің тамағы дәмдірек сияқты болып көрінетін. Біз түрленген қысқы соғымның сүбел етінен дәм татып отырдық. Сүзбе құрт қосылған сорпаның дәмін айтсаңызшы. Тілді үйретін еді. Ысқақ атамыз өз алдына сандыққа қарап сөйлеп отырды. Бір заманда «Садрать шкуру» деп айғай салды. Біз зәре-құтымыз қалмай шошып кеттік. Ал апамыз сабырлы салауатты адам екен. «Әй, Ысқақ, лепірмей дұрыс сөйле, үй артында кісі бар» деп еді. Атамыз сап типыла қалды. Білісе келе аңғарғанымыз, атамыз соғыстан қалған контузиясы бар екен. Жалпы 60-шы жылдары Сталин дәуіріндегі қорқыныш үрейден халық әлі құлан таза айға қоймаған еді. Ол кезде демократия болды ма, болмады ма мен білмеймін, бірақ халық саясатты көп әңгіме қылмайтын. Азшылықты да, тоқшылықты да бірге көрген кең пейілді түрлі ұлт өкілдері, биязы мінезді сол кездің адамдары десеңші. Көршілер де, мектепте де бізді жылы қабылдады. Даурығы мол, ойын сауықтың ортасына біз де тез бейімделіп кеттік. Бұл әңгіме Құрман ағамыздың естеліктерінің негізінде жазылған, жүректен шыққан. Сол кезде ағамызбен замандас болған Зайсан өңіріне қарасты Қаратал ауылының адамдарына арналады. Рахмет. Ақын жанымыз ғой бәрімізде.
Рахмет, түсініңе, көп болмысыңа.